Құрбан малының етін, терісін, жүнін, майын, сирағы мен басын пайдалану және сүтін сауу мәкрух. Егер жүнін кесіп немесе сүтін сауса, құнын садақа қылады. Өйткені құрбандық мал Алла разылығы үшін, жаратушыға бір табан жақындау ниетімен сойылатын мал. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте, кім құрбан малының терісін сатқан болса, құрбаны жарамсыз делінген. Құрбан малының аталмыш бөлшектері сатылған жағдайда құны кедейлерге садақа ретінде беріледі. Құрбандыққа шалынған малдың терісін кедейлерге, қайырымдылық қорларына беруге болады. Құрбанға шалынған малдың ешқандай бөлшегінен қасаптың ақысы ретінде төленбейді. Алидің былай дегені риуаят етілген. Алланың елшісі, саллаллаху алейхи уә сәлләм, түйелер құрбандыққа шалынған уақытта басы қасында тұруымды және терілері мен жүндерін таратуымды әмір етті. Оларды қасап ақысы ретінде беруге тыйым салды. Қасап ақысын біз өзіміз береміз деді. Құрбандықтың етін себепсіз басқа қала немесе басқа елдерге жіберу мәкрух. Бірақ басқа елде жақын туыстары тұрса, немесе сол елдің халқы көмекке қатты мұқтаждық танытса, жіберуге болады. Малды сою үшін жерге жатқызғаннан кейін пышақты көз алдында жалақтатып қайрау мәкрух. Құрбан малды құлағынан тартып, немқұрайлы қарау дұрыс емес. Пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уәсәләм, біреудің малды құлағынан ұстап, союға алып бара жатқанын көріп, малды құлағынан тартпа, мойнынан ұста деп, малға мейіріммен қарауға шақырған. Малдың жаны толық шықпай жатып басын кесіп алып тастау, немесе терісін сыпыру, мәкрух. Малды токпен немесе басынан ұрып талдырып содан кейін бауыздау малдың етінің адал болуына күмән тудырады. Өйткені мал бауыздалмай жатып өліп қалуы мүмкін. Сондықтан сүннет пен сахабалардың әдетіне сай, малды жатқызып, аяғын байлап пышақпен бауыздау ең дұрысы. Түнделетіп құрбан шалу мәкрух. Өйткені құрбандықты ауыстырып алу немесе қол кесіп алу сияқты келеңсіз істер орын алуы мүмкін. Ал жарықтандыру жақсы болса, түнде құрбандық шалуға рұқсат етіледі. Құрбандыққа арнап сатып алынған малды қайта сату. Әбу Ханифа мен имам Мұхаммедтің пікірінше, мәкрух. Егер сатар болса, орнына дәл сондай мал немесе одан қымбатырағын сатып алуы керек, алдыңғысынан арық әрі арзанын алмаған дұрыс деген. Ал имам Зуфардың пікірінше, құрбандыққа арналғандықтан оны сатуға рұқсат жоқ. Құрбан шалушы, түйе немесе сиырды тек өзім құрбандыққа шаламын деп ниет еткеннен кейін тағы 6 кісіні ортақ қылып, бірігіп құрбандыққа шалса құрбаны дұрыс, бірақ бастағы ниетін өзгертіп басқаларды қосқаны мәкрух. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз, комментарийге пікір қалдырыңыз.